Қазақ хандығының құрылуы және нығаюы 15-16 ғасырлардың басы. Құрметті балалар, бұл тақырыпта Қазақ хандығының құрылуының тарихи алғышарттары мен заңдылықтары, Қазақ хандығының құрылуы, Керей мен Жәнібек, 15 ғасырдың соңғы ширегі, 16 ғасырдың басындағы Қазақ хандығы, шайбаниттермен күрес оқиғаларына тоқталамыз. Қазақ мемлекеттігінің құрылуы Қазақстан жерінде орын алған ғасырларға созылған әлеуметтік-экономикалық және этникалық саяси процестерден туындаған заңды құбылыс. Ол үйсін қаңлы мемлекеттік құрылымдарынан бастау алып, түрік қағанаттарының тарихымен ұласады. Сонымен қатар Қазақ хандығы 300-дің қалыптасуы, өндіргіш күштердің дамуы, көшпелі аудан мен отырықшы егінші аудандар арасындағы интеграция нәтижесінде өмірге келді. 14-15 ғасырларда орын алған шаруашылық үлгісінің ортақтығы, материалдық және рухани мәдениеттің жақындығы, тіл бірлігі Ақ Орда тұсында қалыптасып болған. Олай болса, Қазақстан аумағында бір тұтас мемлекеттік Алтын Ордаға формальды түрде бағынып, дербес мемлекет ретінде өмір сүрген Ақ Ордадан бастау алып, Қазақ хандығы құрылып нығайғанға дейін жергілікті этникалық негізде қалыптасқан деуге толық негіз бар. Дәл осы тұста феодалдық қанаудың күшеюіне бұқара халық қандай әрекет жасады? Шығыс Дешті Қыпшақ жеріндегі көшпелі халық бұқарасы соғыстар мен тартыстардың өршуіне, хандар мен феодалдардың қол астынан көшіп кетіп, қоныс аударумен жауап берді. Ол кезде Жетісуды билеген Моғолстан ханы Есенбұға 1433-1462 жылдар. Бұлардың мұнда қоныс аударуына қарсы болмады. Есенбұға қазақ ру тайпаларын өзінің ішкі және сыртқы саясатында атап айтқанда солтүстіктегі көршісі Әбілхайыр хандығына және шығыстан күшейіп келе жатқан ойраттар шапқыншылығына қарсы күресте, сондай-ақ хандықтың өз ішіндегі феодалдық алауыздық пен талас тартысты тоқтату үшін пайдалануды көздеді. Керей мен Жәнібектің Жетісуға қоныс аудару туралы Дулати былай деп жазды: жұрттың көпшілігі Керей хан мен Жәнібек ханның жанына кетіп қалды. Олардың саны өзбек қазақ деп атай бастады. Өзінің басы 870-1465-1466 жылдан басталады. Бәрінде бір Алла біледі. Ақ Орда ханы басталатын қазақтың дербес мемлекеттігі жолындағы күрестің, оның туған ұлы мен немересінің жалғастыруы табиғи құбылыс еді. Қазақ хандығының 15 ғасырдың 60 жылдарының ортасында Батыс Жетісуда құрылғандығын дәлелдейді. Яғни бүгінгі Қазақстан тарих ғылымы осы мәселеде Мұхаммед Хайдар Дулати пікірін ұстанады. Соған қарамастан Қазақ хандығының құрылуы мерзімі туралы пікірлер сан алуан. Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан жерінен бір қатар рулардың ауа көшіп, Жәнібек пен Керейдің қол астына келуі Қазақ хандығын бұрынғыдан да күшейтті. Бұлар жаңадан құрылған Қазақ хандығының үкімет билігін нығайтып, оның беделі мен әскери саяси күш қуатын арттыра түсті. Едәуір әскери күш жинаған және Жетісуда берік қорғанысы бар Жәнібек пен Керей жошы әулетінен шыққан сұлтандардың Шығыс Дешті Қыпшақты билеу жолындағы күресіне қосылды. Бұл күрес 1468 жылы Әбілхайыр өлгеннен кейін қайтадан өршіді. Мұны қазақ хандары Керей мен Жәнібек тиімді пайдаланды. Олар бұрын өздері көшіп кеткен ата қонысы Дешті Қыпшаққа қайта оралып, билік үшін күреске араласты. Бұл күрестің барысында Әбілхайыр ханның орнына отырған мұрагер баласы Шайх Қайдар өлтірілді. Әбілхайыр ханның немерелері Мұхаммед Шайбани мен Махмұд Сұлтан Астраханға барып паналады. Күресте жеңіске жеткен қазақ хандары 40 жыл Әбілхайыр билеген шығыс Дешті Қыпшақ даласын және ондағы көшпелі тайпаларды өзіне қосып алды. Соның нәтижесінде 15 ғасырдың 70 жылдары
қазақ хандығының жері едәуір кеңейді. Сонымен Жетісуда Ақ Орда хандарының Орда Ежен Орыс хан ұрпақтары басқарған орта және ұлы жүз тайпалары негізін қалаған қазақ хандығы құрылды. Керей мен Жәнібек олардан кейін бұрындық шығыс пен батыс арасындағы сауда жолының үстіне орналасқан Түркістан өңірі, Сырдария жағасындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Яссы, Түркістан тағы басқа қалаларды қазақ хандығына қарату үшін Шайбан ұрпақтарымен күрес жүргізді. Сонымен қазақ хандығының құрылуының қайнар көзі Ақ Орда десек, кейін 15 ғасырдың екінші жартысында Қазақстан жерінде екі мемлекеттің Әбілхайыр хандығы көшпелі өзбектер мемлекеті мен Моғолстанның ішкі саяси ахуалы нақты жол ашты.